Басқаларға жақсы көрінемін деп жағатсып өмір сүріп өзіңді шаршатуыңның не қажеті бар ей көпшілік? Ол бәрібір сен адамдардың барлығына жағып бола алмайсың. Адамдардың барлығының сені жақсы көруі мүмкін емес. Сені жақсы көрмейтін адамға оның алдында өміріңді қиып берсең де мәңгі бақи ол сені жақсы көрмейді. Ал сені жақсы көретін адамға сен кім бол, қандай адам бол, ол бәрібір сені жақсы көреді. Әмәлиятта біздердің бұл өмірде тырысып, құлшынып өмір сүруіміздің ең соңғы мақсаты өзгелерге жақсы көріну үшін емес, қайта жақсы өмір сүру үшін. Сол үшін де не істесең де өзің үшін жаса, өзің үшін істе. Өзгелерге ойбай керемет көрінем, өзгелер маған керемет екен десін, өзгелер мені мақтасын деп өмір сүрудің түк те қажеті жоқ. Сен жақсы болсаң да, сен туралы жаман сөз айтатын адамдар да табылады. Ал сен жаман болсаң да, сен туралы жақсы сөздер айтатын адамдар табылады. Сондықтан да өмір тек өзіңдікі, өзгенікі емес. Әрі сен басқаларға жақсы көріну үшін қанша тырысып құлшынғаныңмен, бәлкім күндердің бір күндері аңдаусызда бір реткі қадамыңды қате бассаң, сол бір қателігің үшін олар сені бүткілдей жоққа шығарып жіберуге разы. Сол үшін де барлығында өзің үшін жаса. Ертең жығылып қисайып қалсаң, сені орнынан тұрғызатын тек өзің ғана. Өзгелердің барлығы бәлкім сен жақсы болсаң бетіңе күлетін шығар, бірақ жаман болған күні бетіңе түкіріп кетеді. Ал шынымен де басқаларға жақсы көргің келсе, онда өз өмірің үшін тырысып, өзің армандаған жетістік пен нәтижеге, табысқа жет. Сол кезде ғана сені басқалар жақсы көреді. Ал онысыз өзің ештемеге жетпей тұрып, өзің ештеңенің басын қайырмай тұрып, қанша жерден басқаларға сыртқы бейнеңде болсын, ішкі жан әлеміңде болсын, жақсы көрінемін деп тырысып құлшынғаныңмен бәрібір сен ешкімге жақпайсың. Бұл мойындасаң да, мойындамасаң да, бұл өмірдің ең үлкен ақиқаты мен ашты шындығы. Сол үшін де өзгелерге бақытты көріну үшін құлшынба, қайта нағыз бақытты болу үшін құлшын. Өзгелерге жақсы көріну үшін құлшынба, қайта жақсы өмір сүру үшін құлшын. Және басқаларға жақсаттану үшін құлшынба, қайта өзгелерге шынайы адамгершілігіңмен жақсылық жасау үшін құлшын. Сол кезде ғана сен өз өміріңнің құндылығын әйгілей аласың.